Былтыр Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу көлемі 6 триллион теңгеге жетті. Аз ақша емес, әрине. Қуанасың, өйткені бюджетке ақша түсіп жатыр, мемлекеттік сатып алу сол ақшаның негізінде жүзеге асырылады. Дегенмен де мемлекеттік сатып алу кейбіреулер үшін кәдімгі май шелпекке айналды, ал кейбіреулер үшін бұл нағыз тығырық болып тұр. Соңғы 6 жылдан бері жыл сайын дәл осы мемлекеттік сатып алу туралы заңға біз түрлі толықтырулар мен өзгерістерді енгізіп ақ келе жатырмыз, бірақ мұндағы жемқорлықтың түбі тамыры неге жойылмай тұр? Мемлекеттік сатып алуда бітпейтін дау-дамай қашан тоқтайды? Бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Қымбатты спикерлер, қош келдіңіздер. Тақырып өте өзекті. Мынау алдымызда тұрған барлық заттарды былайша айтқан кезде мемлекеттік сатып алумен алдық деп елестейікші. Егер осының мысалы қабырғасы қаңқырап тұрса, жаңағы ыдысымыздың астынан су ағып жатса, қаламыз жазбаса, ашынамыз ба? Ашынамыз. Ал мемлекеттік сатып алу дегеніміз бұл бірінші кезекте сіз бен біздің ақшамыз, халықтың ақшасы. Сондықтан қымбатты көрермен, тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосатын ойларыңыз болса, түсіне алмай жүрген осы мемлекеттік сатып алуда бір мәселелеріңіз болса, төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалып, WhatsApp желімізге хабарлама жібере аласыздар. Жазбаша, тек қана жазбаша хабарламалар ашылатынын айта кеткім келеді. Студия қонақтары парламент мәжілісінің депутаты Анаспақ Қожаев, Қаржы министрлігінің мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік секторының сатып алу заңнамасы департаментінің мемлекеттік сатып алу әдіснамасы басқармасының басшысы Мейрамбек Таңжарықов. Сіздердің департаменттеріңіздің атының өзі бір екі сөйлем болды. Және әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Дидар Смағұлов. Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман Тендербот ақпараттық консультациялық платформасы тендер бөлімінің басшысы Арай Салтанатқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Жаңа ғана хабарымыздың басында айттық, мемлекеттік сатып алуға, жаңағы заңнамаға ылғи да тұрақты түрде біз өзгеріс енгізіп келеміз. Бұның басты мақсаты коррупцияны жою және де кәсіпке де, бизнеске де оны жеңілдету, барынша түсінікті болу үшін. Қазір енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1 қыркүйектегі жолдауында нақты тапсырма берді. Мен сіздерге оқып берсем, мен былтыр қолданыстағы жүйенің бітпейтін дау-дамай жұмыстық ұзақ мерзім, ашық еместік сияқты түйткілді мәселелерін шешу үшін жаңа мемлекеттік сатып алу жүйесін енгізуді тапсырдым. Үкімет жаңа заң жобасын әзірледі. Бұл құжат бюджет қаржысын үнемдеп, әрі есеп бере отырып жұмсалуға септігін тигізуі керек. Бюджет қаржысын үнемдеп дегенге де мән беруіміз тиіс бұл жерде. Bir жағынан жаңа жүйе еліміздің кәсіпкерлеріне одан әрі қолдау көрсетілуін және ең бастысы қордаланған мәселелердің бюджеттен қаржыландыру арқылы шұғыл шешімін қамтамасыз етуі тиіс дейді. Мейрамбек мырза, жаңа мемлекеттік сатып алу жүйесі қашаннан бастап бізде жұмыс істейді? Және үкіметтен енді толығымен бұл заң жобасы қазір әзірленіп бітті. Заң жобасы болған кезде бұрынғы заң кетіп қалмайды ма ешқайда? Біз тек толықтырулар, өзгерістер, иә? Осының бәрін дұрыстап түсіндіріп айтып беріңіз. Қайырлы кеш, құрметті студия қонақтары, құрметті телекөрермендер, барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі пікірталас барлық тараптар үшін пайдалы өтеді деп үміттенемін. Ең біріншіден айта кететін жайт, 2022 жылғы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысының тапсырма шеңберінде бүгінгі таңда Қаржы министрлігі мен мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заң жобасы әзірленді. Заң жобасының негізгі мақсаттарына тоқталатын болсақ, ол ең біріншіден мемлекеттік сатып алу рәсімдерін одан әрі автоматтандыру, сатып алу рәсімдерін оңтайландыру және бюрократиядан арылту, құрылыс нарығын монополиядан арылту, бағалық емес өлшемшарттарды кеңінен қолдану және ең басты мақсат ол сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің бағасынан сапасының басым болуын қамтамасыз ету. Негізгі мәселе де осы ғой. Негізгі мысалға қалай ең бірінші кезекте бағаға ең төменгі бағаны таңдаймыз, иә? Ал ең төменгі бағаны ұсынғаннан кейін ол жаңағы мердігер қандай қызмет ұсынатыны бәрімізге белгілі. Осыдан осы уақытқа дейін зардап шегіп ақ келе жатырмыз. Сіздер қалай реттемекшісіздер осы жерде? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сапаны жақсарту деп, баға мен сапаны. Сапаны жақсарту үшін бүгінгі таңда заң жобасымен көптеген жаңашылықтар көзделіп отыр. Оларға тоқталатын болсақ, ең біріншіден әлеуетті өнім берушілердің тиісті рейтингін қалыптастыру жоспарланып отыр. Яғни әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылығы, олардың несие тарихы, сонымен қатар мемлекеттік сатып алу шарттарын тиісінше уақытылы және жапондық тәсіл ғой. Сапалы орындауы негізінде қалыптастырылатын болады. Яғни әлеуетті өнім берушілер осы рейтинг арқылы іріктелетін болады. Бұл ең басты жаңашылықтардың бірі деп айтсам болады.
бұл нарықта текетірес туғызып жүрмей ме ертең мысалға? Бұл рұқсат болса мен айта кетейін. Мына президентіміз айтты ғой, осы күнге дейін талай тапсырма бердім, бірдеңе өзгеру керек деп. Мен жаңағы енді сұрап отырмын, 26 баптан құралатын жаңа заң. Көбінесе Мейрамбек мырза солай ғой, сіздер қаулының деңгейіне көшірмекшісіздер. Солай ма? Қысқартып заңды. Мен қысқартып деген осы ғой, заңның сапасы төмендейді деген сөз. Мен түсінемін, енді оңтайландырғысы келеді, үкімет ыңғайлы жасағысы келеді, бірақ қаулы мен заңның біз айырмашылығын түсініп алайық. Заң дегеніміз не? Заң деген қазықтай қағылған ережелер деген сөз. Заңға кірді ма, оны өзгерте беру деген әркімнің қолынан келе бермейтін дүние. Ал енді ережеге көшкеннен кейін үкімет ойына келген істейді. Сонда қалай болды? Біз айтып отырған 52 бап қой бұрынғысы, иә? Қолданыстағы заң 52 бап, ал егер біз жаңа бап енгізілсе, біз 2 есе қысқартып отырмыз ғой. Дұрыс па? Бұл мемлекет басшысының бюрократиядан арылтуға байланысты тапсырмалар шеңберінде де қолға алынып отқан жаңашылдық. Жоқ, сіздер президенттің айтқанын басқаша дұрыстап түсіндірсеңіздерші. Бұл оңтайландыру деген заңның ішіндегі ережелердің көлемі емес қой. Ол 52-ден 26-ға қысқарып қалды деген сөз, ол бюрократиядан кету деген емес. Ең бастысы біз қағидаларды анықтауымыз керек. Бүгінгі қағида не? Мен сізге айтайын. Біріншіден, неге менің ауылымның жұмысын тендер арқылы сонау Батыс Қазақстан облысындағы кәсіпкер ұтып алады? Неге? Міне, мәселе қайда жатыр. Ол адам алыстан келген соң, ол ешқандай техникасы жоқ, құралы жоқ, басқа біреуді алады. Басқа біреуді алады деген өзінің пайдасы бар. Тағы басқаға төлейтін ақшасы мен оның да пайдасы бар деген сөз. Айта кетейін осы жерде. Міне. Екінші, ол тағы бір мәселе. Мына көбінесе қаржы пирамидаларын қараңызшы соңғы жылдардағы. Бәрінің беретін уәдесі. Сіздер келіңіздер, бос ақша болса банкке, депозитке емес бізге салыңыздар, сіздерге кем дегенде 30% біз кіріс береміз дейді. Сонда мемлекеттік сатып алу, квази мемлекеттік сектордағы сатып алуға қатысып, солар ақша салған адамға 30%-ін береді, өздерінің пайдасы бар, сонда қайдағы үнемдеу? Міне, мәселе сонда жатыр. Сондықтан да біз проблемалар өте көп. Мен қазір қатар-қатар айтсам, көп болады тізімі. Бірақ солардың біз алдын алуымыз керек. Мейрамбек мырза. Бүгінгі таңда жаңағы ауылдық елді мекендердегі жергілікті әлеуетті өнім берушілерге қолдауға байланысты бір жаңашылдықты айта өтейін. Ағымдағы жылдың наурыз айында мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру қағидаларына өлшемшарттар енгізілді жаңадан. Ол яғни аумақтық белгі және теріс мән деген. Яғни жергілікті жердің әлеуетті өнім берушілеріне конкурс өткізу барысында оған қосымша 1 балл қосымша оған беріледі. Яғни жергілікті әлеуетті өнім берушілердің белгілі бір сатып алуда жеңімпаз болып танылу ықтималдығын жоғарылатады. Мейрамбек мырза, біз кәдімгі қаржыгер азаматтар, экономистердің өзі кейде түсінбей қалуы мүмкін айтып жатқаныңызды. Сондықтан қарапайым тілмен, жатық тілмен түсіндіріңізші. Bir сөзін айтқан кезде, жаңағы жалпақ тілмен айтқан кезде, мысалға, біз өзіміздің ауылдағы тендерге қатысатын болсақ, маған артық 1 балл қосылады. Басқа сырттағылардан келгенге қарағанда, иә? Бұл ағымдағы жылы енгізілген жаңашылдық. Шеше ма бұл проблеманы? Асында ол бар. Мысалы, қазір жол салу саласында, басқа да құрылыс саласында оңтүстікте солтүстік компаниялары, керісінше солтүстікте оңтүстік компаниялары келеді, ақшаны алады, жергілікті тұрғындарды субподрядчик ретінде тартады. Олар кейбір жұмысты істейді, сосын ақшасын төлемейді. Ақшасын ала алмай кетеді. Жоба қалды. Құрылыс тоқтатылды, және де сол мердігерді сотқа беруге уақыт шықты, ешқандай жауапкершілігі жоқ. Ұзақ уақыттық сот процестері басталады сонымен. Сотқа да жетпейді, өйткені сотқа беру үшін бір уақыты бар, 30 күннің ішінде. Бірақ тапсырыс беруші белгілі бір себептермен уақытында бермейді. 100 МРП сол айыппұлды төлейді, болды. Мемлекеттік сатып алуда ауылдық жерлерді бөлек бір категорияға шығару керек. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін кім? Ең бірінші жергілікті жердің кәсіпкері. Жергілікті жердің кәсіпкері ауылдың халқының алдында жауапкершілігі бар оның. Ертең бірдеңені істемей қалса, ертең қарабет болады халықтың алдында. Сондықтан да осыған біз ұмтылуымыз керек. Екіншіден, жергілікті қауымдастықтар бар. Неге сол жергілікті қауымдастықтардың біз құзыретін күшейтіп, сол жергілікті жерде мына мен айтпаймын үлкен жол салуды. Кішкентай ауылдың ішіндегі жұмыстардың өзін анықтау үшін неге біз сол жергілікті қауымдастықтың мүшелерін біз осындай құзырет бермейміз оларға? Анықтасын. Өздері білет, қай кәсіпкер шынайы жұмыс істейді, қайсы кәсіпкер алдап кетеді.
Сондықтан да біз осындай бір мәселеге көңіл бөлуіміз керек қазір. Жоқ, енді заңда 1 балдық жүйе жергілікті Ол не кәсіпкерлерге шешеді? артық берілейін деп тұр Не деп отыр шешеді ғой. 1 балл? 1 балл ештеңе егер шешпейді. ауылдық Ештеңе. елді мекенге келетін болсақ, бізде жаңа заң жобасы шеңберінде 4-ші деңгейлі бюджет үшін, ауыл аппараттары үшін 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін бір көзден алу мүмкіндігі көзделген. Яғни 3000 айлық есептік көрсеткішке Айлық дейін есептік көрсеткішіміз қанша болады бізде? енді 9 миллион теңгеден. 9 миллион 10 теңгеге миллион дейін теңгеден. қарапайым тілмен айтқанда ауылдың әкімшілігі өзі қалаған әлеуетті өнім берушілермен келісімшартқа отыра алады. Мысалға оған не өкінішке қарай керек? қазір Қарапайым. осы бапты пайдалана отырып, облыстық әкімшіліктер, облыстық басқармалар бір көзден ұйымдастырылады. Көптеген мәселені шешуге болады бұл. Мысалы қазір бізде тек қана осы 4-ші деңгейдегі бюджет, бірақ кез келген мекеме облыстық қалалық деңгей болсын, бәсекелестен кету Бір үшін көзден сатып алу бірден деген сатып таза алу. ашығын айту керекпіз. Біз қанша ақтағымыз келсек те, осы коррупцияның бәрі осы жерде жатыр емес пе? әрине. Жоқ, енді ол егер әкімнің өзі ұйымдастырса, жергілікті қауымдастық деген халықтың өзі сайлаған мүшелері, ауыл тұрғындары. Сол тұрғындарының қатысып, сол мердігерлерді анықтайтын болса, ешкімді алдамай, ешқандай коррупция да болмайды. Иә. Комиссия Бір көзден сатып алуға сонда жаңағы мүмкін ғой ол жерде де. Неге келісу мүмкін? Бір әкімнің өзі салыстырыңыз, 9 адамды, 10 адамды салыстырыңыз. Жағдай әртүрлі. Электрондық түрде болмайды да оның бәрі сол жағынан. Негізі қазір жаңа бір из одного источника деп айтамыз, бір көзден алуды электрондық портал арқылы жүргізеді. Мемлекет сатып алушылар поставщиктерге, тендерге қатысатындарға заявка жібереді. Солар өздерінің бағаларын беріп, бірге қатысады. Бірақ ол жерде де әлі күнге дейін келісумен болып кетуі мүмкін. Ондай менің ойымша қазіргі тендердің жүйесі жақсы. Ценовка бар, тендерге қатысу. Ашық конкурс бар, бағалау ашық конкурс. Және де жаңа конкурстың түрі рейтингдік балдық система. Солармен өткізу керек көп тендерлердің барлығын. Қазір соған қарай жұмыс жасап жатыр ғой. Тендерлер конкурентный. Біз келіспеймін, Арай ханым, кешірім өтінемін. Біз жаз бойы ауыл партиясы ауылдарды аралап, халықпен кездестік. Барлығының сұрауы, осы біздегі ауылда басталған жұмыстар басталады да аяғына дейін жетпейді. Кім жауапкершілікті мойнында? Кімнің мойнында? Кім жауап береді? Міне, ол бір мәселе. Екінші, біз ауыл тұрғындары жұмысы жүрген уақытта басқа жақтан жұмыскерлер келеді. Бұл не деген сұмдық? Міне, осының бәрін шешу үшін ең алдымен заңда қадап тастау керек заңға. Ауылдық жерлердегі сатып алу ең алдымен жергілікті кәсіпкерлердің арасында ойнатылу керек. Ол цифрлендіру жүйесі арқылы болсын, қалай болса да солай болсын. Бірақ ең алдымен жергілікті кәсіпкерлерден, содан кейін барып, таппағаннан кейін барып, көрші өңірлерден, содан кейін барып бүкіл Қазақстаннан іздеу керек. Міне, оның жауабы осындай. Қарапайым. Уақыттан құтылып қалып жүрмейміз бе? Әбден опық жеп. Неге біз бір ай уақыт бермейміз ғой? Міне 3 күндік уақыт, 5 күндік уақыт жетеді. Жаңа бір көзден сатып алуды айтып отырмыз ғой, ауылдық облыстық өңірлерде. Былтырғы осы жаңағы айтқан 6 триллион теңге мемлекеттік сатып алудағы, соның 1,4 триллионы бір көзден сатып алумен жүргізілген екен. Ойлап көріңіздер. Яғни 5-тен 1 ғой енді, бір сөзін айтқан кезде 5-тен 1. Сіз бұл жерден енді қандай да бір қауіп қатер көріп отырған жоқсыз ба? Думан мырза, ертең осы қалпында енгізіліп заңға қабылданып кетсе, мысалға, ауылдың әкімі сол жердің Дидар мырза, ауылдың әкімі сол жердің қожайыны, жаңағы облыстың әкімі сол жердің патшасы болып кетеді ғой. Жоқ, бұл тендердің бүкіл қолында кілті сода болса. Жоқ, бір көзден сатып алу деген нәрсе ол бұрындан келе жатқан. Бар. Жалпы ауыл деңгейі үшін ол өте қолайлы және ыңғайлы болып табылады. Бірақ бұл бапты басқа облыстар пайдаланады. Мысалы, мен облыс басқармада жұмыс істеймін, менде бір жемқорлық жобам бар, жемқорлық жоба. Мен сол бап арқылы өткені мемлекеттік бақылау органдар ол бақыламайды. Мыңдаған келісімшарттар бар. Егер қазір порталды ашсақ, мыңдаған келісімшарттар бар, оның құқығы жоқ, бірақ ол сол бапты пайдалана отырып бір көзден алады. Өзінің бір жоспарларды іске асырады. Қауіп бар, әрине қауіп бар. Бірақ бұл ретте қазіргі таңда осы заңның бір ерекшелігі және біз көп талап еткен нәрсе ол қоғамдық бақылауды ұйымдастыру. Қоғамдық бақылауды біз үзілістен кейін талқылайық, өйткені бұл заңдағы ең үлкен қосымша мүмкіндік қарапайым азаматтарға беріліп отырған. Қымбатты көрермен, 1 минуттан кейін ораламыз.
Біз тікелей эфирдеміз. Еліміздің басты саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, қымбатты көрермен, мемлекеттік сатып алу жүйесін реформалау, түбегейлі реформалау мәселесін қазір талқылап жатырмыз. Не үкіметте заң жобасы дайын, жуырда парламентке барады, барып та қойған шығар. Енді сол жерде үлкен нағыз мәселелер сол жерде талқыланады. Осы жаңа ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды. Енді қоғамдық бақылауда, мемлекеттік сатып алуда қоғамдық бақылау туралы не бар? Мысалы, қазіргі қолданыстағы заңнамада қоғамдық бақылау ұйымдастыру үшін ешқандай мүмкіндік жоқ. Мысалы, біз ауылда тұрамыз. Мектеп басталды, бірақ аяғына дейін жеткізген жоқ. Жол сапасы Ортада? Ортада, ақша бөлінді, игерілді, бірақ шұрық тесік. Су жоқ. Қағаз бойынша әкімшіліктің есептерінде су бар, бірақ менің үйінде су жоқ. Егер мен осы тұрғын ретінде мемлекеттік мекемелерге жазсам, осындай миллиард теңге ақша бөлінді, бірақ игерілді толық 100%, мен порталдан көрдім. Бірақ ешқандай су жоқ десем, маған жауап келеді. Сен өзің осы мемлекеттік сатып алулардың қатысушы емессің, өнім беруші емессің, сондықтан арызын мен қарамаймын. Осындай саған кері жауап келеді. Яғни біз бақылаймыз, айтамыз, талап етеміз деген ойымыз бар, жоспарымыз бар. Мемлекет басшысы сол туралы айтады, қоғамдық бақылауды күшейту керек. Арнайы заң бар, бірақ қазіргі таңда қолданыстағы заңнамада егер осындай арыз жасаңыздар, сізге осындай кері жауап келеді. Сенде ешқандай бақылауды ұйымдастыруға құқығың жоқ. Біз қарамаймыз, біз тек қана сол мемлекет сатып алулар қатысушылармен жұмыс жасаймыз деген ұғым болды. Біз осы ұғыммен қаншама 1-2 жыл бойы хаттарды жазып, жаңа кодекс арқылы сотқа да берген сәттеріміз бар. Прокуратураға жазып, енді қаржы министрлігі айтып кететін жөн бізді естіді. Қазіргі таңда арнайы мемлекеттік қоғамдық бақылау деген ұғым бар. Және ол осы жаңа заңға сілтеме жасайды. Бүкіл жұмыс осы жаңа қоғамдық бақылау туралы заңмен ұйымдастырылады. Және де қоғамдық бақылаушы деген арнайы бір қатысушысын енгізді. Біз үшін өте үлкен жеңіс, өйткені қазіргі таңда кез келген адам, жергілікті тұрғын болсын, 5 адам бірігіп қоғамдық бақылаушы болады. Қоғамдық бақылаушы болып, бүкіл деңгейде бақылай алады мемлекет сатып алуларды. Ол заңды осы біз 8 шақырылымның депутаттары қарастырып алдыңғы сессияда біз жазға дейін оны бітіргенбіз бұл заңды. Мен сізге айтайын, бұл жерде былай. Жеке тұлғалар топ құрып, кез келген мемлекеттік жаңағы мекемені тексеруге мүмкіндік алады. Бірақ оның бір гәбі бар. Егер сіз сол мәселе бойынша тексерсеңіз, және соңында өзің ұйғарымыңызды шығарсаңыз, ол ұйғарым міндетті түрде орындалу керек деген әңгіме емес. Демек, мекеме солмен келісуі де мүмкін, келіспеуі де мүмкін. Міне, біріншіден. Бірақ әрине қоғам тарапынан бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Өте жақсы. Келіспеген жағдайда басқа механизмдер бар ғой. Келіспеген жағдайда олар неге келіспейді, соны негіздеп беру керек. Ал енді сол мәселе бойынша бір рет тексердіңіз ба? Екінші рет бұндай тексеру ұйымдастыру оған тыйым салынған. Бұл заң бойынша. Бұған не дейсіз? Ол шектеу. Неге дейсіз? Мысалы, мен аудан әкіммін. Қасымда сол қол астындағы қоғам белсенділерім бар. Бұрынғы мемлекет қызметшілер, пенсиядағы мемлекет қызметшілер, мен оларға айтам, мынау жоба бар, 5-еуін жиналыңдар, келіңдер, тез бақылаңдар, және бәрі жақсы деп айтыңдар. Олар келеді, осындай шешім шығарады, мынау объект дұрыс салынды, болды. Енді бұл объект қоғамдық бақылаудан шектеулі. Ешқандай қайтадан тексеруге мүмкіндік болмайды. Бұл ретте тек қана егер арыз жазып, сол ішкі аудит департаменті келіп, бір антикор жұмысы арқылы анықталса ғана тексере алады. Ол, мен ойымша, ол шектеулі. Және де жергілікті тұрғындардың қандай, жергілікті әкімшіліктердің қандай тіршіліктері бар екендігін білеміз. Анас мырза, мен түсінбей тұрмын. Сіздер енді білдей мәжіліс депутаттары осы мәселені көрген кезде неге біз бұл жұмысшы топта бұл тәуекелдердің болатынын біз айттық. Бірақ енді мемлекеттік органдар тарапында түсінуге болады. Себебі қайта тексеріс ұйымдастыра берсе, ол да дұрыс емес те, себебі мекеменің жұмысына бөгет болады. Сондықтан да бір рет осындай қазір мүмкіндікті пайдалансын, халық көрсін, тексерсін. Сосын ар жағы заң ғой, енді оған да толықтыру енгізеді деп ойлаймын. Нақты манипуляцияны Дидар мырза айтып тұр ғой, түсіндіріп, мынандай болуы мүмкін, ертең ауданның әкімі. Жоқ, ол Дидар мырзаның айтып тұрғаны пысық басшылар. Мені екінші рет тексермесін деп, өзі ұйымдастырып, бүкіл сұрақтарды қамтып, бір рет актімен жауап тастауы мүмкін. Соны айтып отырсыз ғой. Енді оны қалай алдын аламыз ал? Заң бар да,
жалпы айналып өтетін жолда болып тұр. адамдардың жауапкершілігін енгізу керек. Мысалы, ертең ол айтса, мынау жоба жақсы салынды, бірақ ертең керіс шықса, оның да жауапкершілігін қарату керек. Бірақ бізде ол жауапкершілік жоқ, өкінішке қарай. Қазіргі таңда мен бақылаушымын, телефон алып тексереді, бірақ сонында ол мен бір нәрсе айтайыншы. Мына бақылау деген ол кейінгі ақша бөлініп, ақша жұмсалғаннан кейінгі болатын дүние. Бұндағы ең басты жоспарлау. Міне қазір Арай ханымнан сұрайықшы, мына цифрлендірумен айналысады. Болмаса Мейрамбек мырза айтсын. Қазіргі жоспарлау кезінде неліктен биг дата технологиясы пайдаланбайды? Осы күнге дейін болған бүкіл сатып алулар, мына ыдыстан бастап қаламсапқа дейін бағалардың барлығы бар. Демек, жоспарлаған уақытта неге сол бағаларды пайдаланбайды? Неге сол цифрлендіру жүйесі соны анықтамайды? Бүгін ғана Шымкент қаласында жаңалық шықты. 1 миллиард 100 миллион теңгеге қаланың коммуналдық қызметі артық ақша салып, соны ойнатып, сол ақшаны жеген мысалы. Неліктен? Неге біз соны цифрлендіру жүйесі арқылы неге жоспарлаймыз? Мысалы, мен сатып алуларды ұйымдастырушымын. Жоспарлау кезінде екі компаниядан ұсыныс аламын, коммерциялық ұсыныс. Олар бағаны 5 есе көтереді. Сол бағаны мен сосын жоспарға саламын. Сол жоспар арқылы ойнатып, бір көзден сол компаниядан аламын. Дәл сол компаниядан аламын. Ал бағасы 5 есе өсті. Бәленің барлығы осы жерде. Міне осы жерде. Бірақ қазір шынымды айтсам, мен өзім күнделікті тендерге қатысам, тендерлерді қарап отырам. Мемлекеттік порталда керісінше аз баға бөледі көбінесе. Жаңа мына жоспарлау туралы мен де айта кетейін. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жалпы тапсырыс беруші тиісті бюджет негізінде жылдық жоспарды әзірлейді. Яғни мемлекеттік сатып алу рәсімдері ол жоспарлаудан келісімшартты орындағанға дейін болатын болса, ал жоспарлау рәсімі ол мемлекеттік сатып алу заңнамасының шеңберінде реттелмейді. Бұл мәселе ол тапсырыс берушілердің жауапкершілігі, болмаса тиісті бюджет комиссиясының жауапкершілігі. Бұл мәселе мемлекеттік онымен мен келісемін, ол заңға қатысы жоқ. Бірақ жалпы біз айтып отқанымыз, мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі гәптің барлығы осында жатыр. Неліктен біз 100 теңгенің дүниесін, неліктен біз 100 теңгенің дүниесін 300 теңгеге қоямыз? Неге? Мәселе. Коррупцияның барлығы мына осы жерде басталады. Осы баға ұсыныстарын жинаған кезде сіз ойлайсыз ба, шын мәнінде нарықта отырып жинайды деп? Ешкім өйтіп жасамайды. Таныс фирмаларына, таныс компанияларға хабарласады. Содан кейін барып маған осындай баға берш дейді, қалаған бағасын алады да қоя салады. Мінекей. Бірақ мен сізбен келіспеймін, өйткені жаңа заңда 6-шы бап бар. 6-шы баптың бірінші тармақшысы ол мемлекеттік сатып алуларды жоспарлау. Заңда тұр ғой. Заңда тұрса неге бақылайсыздар? Сіздер осы мемлекеттік қызметшілердің бір жақсы жағы бар, менің құзыретіме келмейді, мынадан сұраңыздар. Бірақ егер құзыретіңізге кірмесе, неге заңда көрсетілген? Жоспарлау мәселе жоспарлауда емес, жоспарлау мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің бірі болып табылады, бірақ жоспарлаудағы баға ол тиісті бекітілген бюджет негізінде енгізіледі. Бірақ баға жоспарлаудың бір бөлігі ғой, ең басты бөлігі. Заңда көрсетілген. Тапсырыс берушінің немесе тиісті бюджет комиссиясының жауапкершілігі. Бұл жерде ең проблема болып тұрған мәселе бұл адами фактор. Жалпы бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алуынан адами факторды мейлінше жою қолға алынып отыр. Бұл ретте 2022 жылы қолданысқа енгізілген конкурстың жаңа түрін айта өтсем болады. Ол конкурстың рейтингтік балдық жүйені пайдаланатын конкурс. Бұл жерде конкурстық комиссия мүлдем болмайды, яғни адами фактор мүлдем жоқ. Бұл жерде жеңімпаздар әлеуетті өнім берушілердің арасында олардың қаржылық тұрақтылығы, жұмыс тәжірибесі негізінде анықталатын болады. Конкурстың мерзімі небәрі 29 күн ішінде жеңімпаз анықталып, бірден келісімшартқа отырады. Алдағы уақытта біздің тараптан конкурстың осы түрін бұдан әрі дамытып, 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап конкурстың бұл түріне техникалық қадағалау қызметтерін көшіру жоспарланып жатыр. Біздің биыл енді қыркүйектен бастап құрылыс саласында жаңағы балдық жүйе енгізіліп отыр ғой. Солай емес па? Қыркүйектен бастап бұл міндетті түрде енгізіліп отыр. Бұған дейін бұл мысалға мына 5 адам тендерге қатысатын болсақ, балдық жүйе компьютер автомат түрде өзі тексереді, сіздің қандай адам екеніңізді, қандай маман екеніңізді, қандай техникаңыз бар екенін тексеріп келеді да, зерделеп, өзі тендерді сол береді. Адам араласпайды деп адам араласпайды. Бұл жақсы дүние, бірақ мен сізге бір нәрсе айтайын. Қара тізім деген ұғым бар. Егер бір мердігер өзінің уәдесін орындамай, өзінің жұмысын орындамай кетсе, ол соттың шешімімен қара тізімге кіреді. Сөйтіп қара тізімге кірген адамдар қара тізімде сол заңды тұлғаны қалдырады да,
басқа жаңа заңды тұлғаны ашады да ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Қара Бұл қалай? тізімді қалай айналып өтетінін бәріміз жақсы білеміз. Жоқ, сондықтан да жаңа Дидар заңға мырзаның тендерге қатысып жүрсе, оның атында 20-ға жуық өзінің жеке компаниясы болады. Бүгін қатыса алмаған компаниясы ертең басқа жақтан суырылып шығып мінекей сондықтан да жаңа заңға Олай емес, олай емес. сондықтан да жаңа заңға жаңағы мердігер компанияның құрылтайшысы қандай заңды тұлғаларда бар, солардың барлығын қара тізімге қосу керек. Сонда ғана алдауға, халықты жаңағы қорлауға мүмкіндік болмайды. Жеке тұлғалар. Енді жеке тұлғалардың. Басқа кісінің атына компания ашады ғой, мысалы. Иә. Ол компания, жаңадан ашылған компания финансово устойчивый емес деп есептеледі. Қаржылық орнықтылығы Яғни жоқ. қаржылық орнықтылығы жоқ, және ол тек қана товар бойынша 13 миллионға дейін Еш суммада, уақытта ешқашан услуга тендерге бойынша қатыспай, 27 миллионға. миллиардтаған теңгені отырып Миллиардтағанға жатқан қатыса компаниялар алмайды ол. әлі күнге дейін көріп келе жатырмыз ғой. Жоқ, ол қатыса Болмайтынына портал кепілдік бересіз ба? өткізбейді. Кепілдік бересіз, иә? Мен күнде Кепілдік Жоқ, бересіз. конкурс Ертең болса, тағы бір осы бір көзден мемлекеттік болса, деңгейде конкурстан бір көзден біреу болса, қалай кепілдік осындай бересіз? компания миллиард алса Бір не көзден. істейсіз? Мемлекеттік сатып алу Эфирде айтыңызшы, не істейсіз біліктілік мысалға? талаптары көзделген, айқындалған. Солардың бірі ол қаржылық орнықтылық туралы біліктілік талабы. Арай мырза мені қолдап айтып отыр. Бұл ретте қаржылық орнықтылығы жетпейтін, белгілі бір деңгейге қаржылық орнықтылығы жетпейтін әлеуетті өнім берушілердің ол конкурсқа қатысуға техникалық мүмкіндігі жоқ. Олар ол конкурсқа кіре алмайды мүлдем. Егер конкурс Портал болса, өткізбейді. Өтінімін бере алмайды. Егер конкурс болса. ал бір көзден бір көзден мүмкін. Бір көзден. Қаржылық Болды. тұрақты. Болды ғой, бүкіл- болды. Біздің бүкіл айтып фактілерді- отырғанымыз сол ғой бағанадан бері. Бір көзден Бір мүмкін көзден дейсіз. қараңыз, Сіз иә. адами факторлар бюджеттік жоспарлауға қатысты, қазір кешірім сұраймын Арай ханым. Бюджеттік жоспарлауға қатысты жаңа жақсы мысал келтірдік. Сіз айтасыз, ол адами факторлар ғой деп. Біз заңда адами фактор жоқ қылуымыз керек қой. Бір көзден жоспарлауда бар дейсіз. Оның жаңағы қанша қызмет еткен, оған қарамай бере салады. Қалай сонда бұл? Қымбатты әріптестер. Біз не айтып Қазір- тұрмыз бағанадан бері? қазір Мемлекет сатып басшысы алушылар- мемлекет сатып алуды түгелмен жүйесін өзгертіңдер дейді. А біз мына жерде 56 бапты қысқартып Енді қараңыз. 26-ға алып келдік. Бір көзден алудың бүгінгі таңда бір көзден алудың 47 негізі бар заңда. Оның ішінде 57-ның арасында алынып Алып тасталынды ма? алынып тасталғандар бар. Енді қараңыздар, бір көзден алу үшін біздерде айрықша жағдайларда ғана дейтін норма ереже бар. Яғни мен бір көзден сатып алуды жүзеге асырған жағдайда мен тек қана айрықша жағдайларда ғана жүзеге асыра аламын. Яғни мен қалаған адаммен қалаған уақытта келісімшарт жасай алмаймын. Егер мен қалаған адаммен қалаған уақытта келісімшарт жасаған жағдайда тапсырыс берушінің бірінші басшысы дербес жауапкершілікке тартылатын болады. Яғни аса ерекше жағдайлар дегеніміз қандай жағдайлар? Олар адамның өміріне қауіп болмаса, жаңағыдай техникалық тұрғыдан бір төтенше жағдайлар орын алуы мүмкін. Тек қана осы жағдайларда ғана бір көзден алу мүмкіндігін пайдалану туралы норма көзделген. Сонымен қатар заңда тапсырыс берушілер міндетті түрде бәсекеге қабілетті тәсілдерді қолданады дейтін ереже жазылып тұр. Бұл қолданыстағы заңнамада бар нормалар. Қаржылық тұрақтылық деген тікелей бизнесті шектеу. Көп компанияның мысалға менің ақшам бар, мен қаржы жағынан тұрақтымын. Енді жаңадан шын мәнінде жұмысын алып, құрал жабдығын алып, техникасын алып жұмыс істеп жатқан компаниялар бар, адал азаматтар көп. Солардың ешқандай қаржылық тұрақтылығы жоқ, ал енді олар өте алмайды. Неге? Тұрақтылық туралы айтайын ба, қалай болады? Мысалы, Шығыс Қазақстан облысын алайық. Кас Construction деген компания бар. Кезінде тек қана олардан жолдар, жаңа ғимараттар, олардан ұтып алып, қазіргі таңда бір 20-30 шақты объектілерді аяғына дейін жеткізген жоқ, бірақ қаржылық тұрақтылығынан ең жоғары деңгейде. Өйткені соңғы 5 жылда 100-160 миллиард теңгеге сол жобаларды алды. Жылдың аяғында әкімнің алдында жауапкершілік тұрады. Егер қазір ақшаны игермесем, ақшаны тартып алады. Игермелеу үшін, ол сол бұл жұққылар көзін жауып, актіге қол қояды. Сол кезде компанияға ақша түседі. Ол түскен ақшасы бірден қаржылық тұрақтылыққа тағы да қосымша бір балл болады. Болды, келесі жылда осындай компания аяғына дейін жеткізбеген компания, мысалы мен нақты айтайын, Кас Construction деген, олар бірден бүкіл конкурстардың бірінші орында тұрады. Өйткені қаржылық тұрақтылығы бар. Тұрақтылығы керемет. Бірі жұмысты соңына дейін жеткізбеген. Өнім берушілер өздерінің келісімшарттық міндеттемелерін тиісті түрде орындамаған жағдайда ана сақатыл айтқан қара тізімге міндетті түрде енгізілу керек. Енгізілу керек, бірақ енді солардың құрылтайшылары, оларда неге қара тізімге кірмейді? Олардың құрылтайшылары қара тізімге кірмейді, бірақ олардың құрылтайшылары құрған келесі компаниялар, олар мемлекет сатып алуларға қатыса алмайды, шектеулер болады. Жаңа заң бойынша.
қолданыстағы заң бойынша. Жоқ, онда шектеулермен. Жоқ, ол сіздермен Хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Сұрақтар өте көп екен көрініп тұр, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Алла саламатсыздар, бұл Қарағанды облысынан, Байкөкше қаласынан хабарласып тұрмын. Мен осы жаңа жыл қаңтардан бастап, 1 қаңтардан бастап өзіме жеке кәсіпкерлік тендермен айналысуға счет ашып ойнап бастаған. Сол кезде біздерде санатория Балқаш деген кәдімгі демалыс орталығы бар. Сол жерде тендермен зат ұтып алып барған. Кәдімгі өздерінің қойған толық нелері, весі, жаңағы көлемі, ауданы барлық жағына тура қылып алып бардым да. Сол кезде менде қабылдамаған кезде кішкене конфликті болды да. Конфликті болған кезде мен айттым, олар маған айтты, товарды қабылдамаймыз, біздің айтқан немізге товарымызға келмейді деп. Айттым, қалай сіздер өзі барлық қойған нелеріңізбен, жаңағыдай атауларыңызбен алып келдім деп. Содан мен айттым, егер де сіздер қабылдамасаңыздар, мен сотқа беремін дедім. Өйткені қалай қойып жатыр, солай алып келдім дедім. Сөйтіп менікін олар қабылдады. Қабылдағаннан кейін ол кісілер қайтадан товар қойды ғой. Сол кезде мен жергілікті мекендегі адам болғаннан кейін мен тағы ойнайын деп, бірақ ол кісілер айтты, егер де товарға жаңа товарды әкелетін кезде бухгалтериямен сіздермен хабарласып, сіздер анықтап нақтылап алыңыздар деді. Содан товарды нақтылайын деп мен қайтадан звондасып, маған айтады, сізге өткенде, бірақ барған кезде айтқан, екіншіле біздің тендерімізге қатыспаңыз деп. Мен жай былай айтқан екен деп ойлағам, енді қайтадан товарды жаңағыдай сұрадым да, нақтылап алайын деп. Сөйтіп сұраған кезде маған нақты түрде айтып тұр, біздің тендерімізге сіз қатыспаңыз деп. Мен сізге өткен жолда айттым, ешқандай біздің тендерімізге қатысып отырмаңыз деп. Рахмет, сұрақ түсінікті ма? Түсінікті, баға ұсынысы арқылы жасаған дүние ғой. Рахмет, хабарласқаныңызға. Енді өңіріңізді естідік. Осыған қатысты не айтар едіңіздер? Заң бойынша кез келген заң тұлға тендерге қатысуға қақың жоқ деп жатыр. Бұл қоңырау бойынша айта өтетін жайт, ешқандай тапсырыс беруші, болмаса ешқандай адам әлеуетті өнім берушіге шектеу қоя алмайды. Шектеулер тек қана заңның 6 бабымен көзделген. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші егер техникалық ерекшеліктерде көрсетілген барлық талаптарға сай келетін тауарды әкелген жағдайда тапсырыс беруші оны қабылдауға міндетті. Оған белгілі бір жаңағыдай қылықтар жасап, болмаса шектеу қоятын ешқандай құқығы жоқ. Не істей алады бұл азамат? Көрерменге мен Қарағанды облысынан звондадық ғой, бізде әділдік жолы деген қоғамдық ұйым бар. Біз осы мәселемен айналысамыз. Осы кәсіпкердің тегін құқықтарын қорғауға дайынбыз және қай мекеме солай айтқанын аяғына дейін жеткізуге дайынбыз. Ол заңсыз және осындай талаптар қоюға ешқандай құқығы жоқ. Рахмет, уәдені осылай беру керек бергеннен кейін. Әрі қарай жалғастырсақ, жаңағы тауардың техникалық сипаттамасы деген бар ғой. Қап, үзілістің уақыты келген екен, 1 минуттан кейін жалғастырамыз. Техникалық сипаттамаға қатысты бұл біздегі мемлекеттік сатып алудағы үлкен бір қара нүкте деп айтсақ болады. Қазір жалғастырамыз. Қымбатты спикерлер, біз эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ, мына техникалық сипаттама деген мәселеге оралсақ, бірінші кезекте өйткені бұл норма 2019 жылы марканың нақты қажетті заттың атауы болатын. Міне осындай атау деген. Қазір ол ата алынып тасталды да, мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушілер не істейді? 1 парақ, кейде 5 параққа дейін жаңағы техникалық сипаттаманы жазып береді. Ал кәсіпкерлердің сол алып келген жаңағы затты алып келдім, қабылдамады деген проблеманы айтып жатыр ғой. Негізгі дау осы жерде басталады. Затты түр нүктесіне дейін алып келеді, бірақ бір нәрсесі болмай қалса, немесе артығымен болып жатса, артығымен Қорғаныс министрлігімен осы артығымен алып келген жігіттер мысалға соттасып жатыр қазір әлі күнге дейін. Осындай мәселеге қатысты не айтасыздар? Техникалық сипаттама болу керек па, жоқ әлде нақты марканың заты һәм техникалық сипаттамасы болу керек пе? Техникалық ерекшеліктерде белгілі бір тауарлық маркалардың көрсетілуі ол әлеуетті өнім берушілердің құқықтарын аяққа таптайды. Өйткені бұл әлеуетті өнім берушілердің арасын азайтып, нақты белгілі бір аталған марканы әкеле алады. Бір көзден сияқты болып кетеді дейсіз ғой? Шектеу болып табылады, бұл өз еркінде бұл да шектеу болады. Сол себепті бұл ереже 2019 жылы алынып тасталды. Бәсекелестікті да азайтады бұл ретте. Мысалы біз қалай ойлаймыз, осындай маркалар болса, үлкен бір HP, Nokia деген үлкен бір компаниялардың товарын аламыз. Сапасы жоғары. Монополияға жол ашып жіберуіміз мүмкін. Бірақ біздің көкелеріміз қалай істейді? Бір ауылда компанияны ашады, нақты компанияны өзінің тек қана мен оны шығарам деп айтады, сол жергілікті өнім берушімін деп істейді. Сол
тауар марканы тіркеу үшін бір сағат керек, бір сағат уақытта тіркейді, құқығын алады және әкімшілік сол жерден алынады. Қандай тауар, кім, не деген сол бәсекелестік бар. Ауылда 5-6 компания бар, дәл сол өнімді шығаратын. Бірақ әкіммен келісім жоқ, сондықтан ол тек қана одан алады. Өкінішке орай осындай талаптар осындай фактілерге алып келді көбісі. Бірақ кейбір жағдайда, мысалы менде Xerox үлкен принтерім бар, бірақ Xerox тек қана Xerox-тың саймандары керек. Бірақ мен сол сипаттамада Xerox деп жаза алмаймын. Өйткені бірден бұзушылық болады. Бұл жағдайда мүмкін ол керек нәрсе. Бірақ неге алып келгенін біз көрдік, сондықтан алып тастағанмен біз келістік. Оның залалы болған ғой осыған дейін. Жақсы түсінікті. Енді осы мемлекеттік сатып алудың қолжетімділігі бойынша Дүниежүзілік банктың ақпаратына сенсек, Қазақстан 3-ші орын алады екен. Яғни бір ондай қатты бір қара бұлт төндіре берудің де қажеті жоқ. Дегенмен мына мәселеге назар аударсақ, Қызылордада 1 литр сүт 14 миллион теңгеге сатылмақ бола жаздаған. Білетін шығарсыздар, Абай облысында Кресло 38 миллион теңге, Маңғыстауда 100 мың теңгенің принтері 10 миллион теңге деген қателіктер кетіп тұрды. Бұл жерде артынан бір нөлді жалғап жіберген мемлекет тапсырыс берушілердің қателігі болуы мүмкін деп ойлайық. Бірақ осындай техникалық қателіктер үшін біз әлбетте көп жағдайда кәсіпкерліктің әлеміз ғой. Жауапкершілікке тартылатын да кәсіпкер болып жатады. Ал мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушілер неге жауапкершілікке тартылмайды? Айтыңыздаршы. Міне мемлекеттік органның азаматынан сұрайық. Сіз атап өткен мысалдарға келетін болсақ, жаңағыдай бұл жерде менің ойымша енді бұл жерде бір техникалық ақаудың кеткені болуы мүмкін. Болмаса адами фактор. Бір резонанстан кейін бәрін адами факторға жауап бермейік біз. Мемлекеттік сатып алу бұл адами факторды жоққа шығару керек. Бұл жерде миллиардтар ойнатылып жатыр. Бұл жайттардың уақытылы анықталуы мемлекеттік сатып алудың ашықтығы мен айқындығының тағы да бір дәлелі. Бұл ретте бұл адами фактор, болмаса техникалық ақау, бұл жерде басқа ешқандай. Техникалық ақауда сіз жаңа 1 килограмм сүт 14 миллион. 1 литр сүт 14 миллион теңге. Енді ол қате мүмкін емес қой. Ол жерде не сіз 1 тоннаның орнына 1 килограмм жазсаңыз, соның өзінде 1 килограммыңыз 14 мың теңгеден шығып тұр. Бұл таза техникалық саусақ дұрыс басылмай кеткен деген әңгіме бұл жерде жоқ. Енді ақпарат пен технология дамыған заманда 1 литр сүтті 14 миллионға алдым деп, оған ешқандай резонанс болғаннан кейін бірден алынып тасталады ғой. Дегенмен менің айтып отырған мәселем басқа, Мейрамбек мырза. Жауапкершілігі жайында осындай бір көпір көріне үлкен қателік қой бұл. Келісесіздер ме? Келісеміз. Мен енді жалпы айтайын дегенім мемлекеттік біз құр заңның төңірегін, заңның ішіндегі ережелерді ғана айтпауымыз керек. Біз жалпы заңға дейін, мына ережелерге іске асуға дейінгі болатын дүниені айтайықшы. Бұл бюджеттік жоспарлау. Жаңа мен айттым. Бізде бүкіл 10 жыл бойы жиналған мәліметтер биг дата ретінде интеллектуалдық жасанды интеллект соның бәрін санап бағасын белгілеп беру керек. Екінші, техникалық сипаттамаларды біз бірыңғай қылуымыз керек. Неге бір мекеменің ұйымдастырушы Hewlett Packard HP мен отырғысы келеді, а екіншісі одан асқан басқа бір маркамен отырғысы керек? Неліктен? Екеуі де мемлекеттік қызметші, екеуі де бюджеттің халықтың ақшасына сатып алады мысалы. Неліктен? Сондықтан да компьютер қандай болсын? Бір ғана стандартпен бүкіл сатып алатын техникалық сипаттаманы стандарттау керек дәл қазір. Сонда біз стандарттасақ, бюджеттік қаражатты жоспарлаған кезде бүкіл дұрыс шынайы бағаны салатын болсақ, менің ойымша коррупцияға жол азаяды. Коррупция дегеннен шығады, Қарағанды Балқаш жолын айтпай кетуге болмайды. Мына жерде мемлекет басшысының өзі бұл мәселеге жеке қатты тоқталған. Өздеріңіз 2019 жылы басталып бұл үлкен жобаның құрылысы. Қаржысының өзі жобаның құны 248 миллиард теңге. О баста бір компания мемлекеттік сатып алуды ұтып алады тендерді. Одан кейін екіншісіне береді, екіншісі үшіншісіне береді. Айналып келген кезде жаңа құйылған ақшаның 22% далаға кетті. Әркім келіп осылай қаймақтың бетін алып кете берсе, неміз қалады? Бұл жай ғана біздің ақшамыз емес. Екіншіден ол қарызға алынған ақша. Біз сол ақшаны біз емес, балаларымыз төлейді. Қаншама жыл бойы кредитті, қарызды төлейміз. Оның кредиттен басқа қызметі бар, бөлек, оны төлейміз. Бірақ олар жасайды, сосын бір жыл бойы тұрады, ешқандай жұмыс жасамай, жылдың аяғына айтады, бізде бағалар өсті, қайтадан пересмечиванияға жіберейік, қайтадан сметаны жасайық.
болды. Келесі жылда бағасы 2 есе 3 есе өседі. Бүгінгі таңда осы құрылыс нарығын монополиядан арылтуға байланысты тиісті шаралар қабылданып жатыр. Айта кететін болсақ, өткен жылы 2022 жылы заңнамаға тиісті өзгерістер енгізілді. Яғни жаңа сіздің қаймақ деп айтып отырғаныңыз, ол қосалқы мердігер болса керек. Яғни өнім беруші егер өзіне тиесілі жұмыстың 2-ден 1-ден көбісін, яғни заңмен бекітілген шектеуден көп мөлшерін қосалқы мердігерге беретін болса, тапсырыс беруші өнім берушімен келісімшартты бұзуға міндетті болады. Бұл біріншіден. Екіншіден, тапсырыс берушімен келісілмеген қосалқы мердігер тартылатын болған жағдайда, бұл жағдайда да тапсырыс беруші келісімшартты бұзуға міндетті болады. Бұдан бөлек құрылыс нарығын монополиядан арылтуға байланысты бізде теріс мәндер түріндегі өлшемшарттар енгізілді. Яғни ағымдағы жылы жарияланған сатып алуға қатысқан әлеуетті өнім берушілердің ішінен ағымдағы жылы жасалған қолданыстағы шарт болған жағдайда ол әлеуетті өнім берушінің шарттық бағасынан 0,1% алынып тасталады. Яғни белгілі бір адамдардың бірнеше келісімшартқа қол жеткізуіне бұл кедергі туғызады. Бұл құрылыс нарығын монополиядан арылтуға бағытталған нақты шаралар қабылданып жатқан. Космомониторингтік бақылауға қатысты не айтасыз? Ол да биыл енгізілейін деп жатыр. Бізде қалай мысалға 1 қыркүйекте салынып бітеді деген мектеп бітпей қалады. Онау қазандық желтоқсанда беріледі деген қазандық ол да берілмей қалады. Енді соны біз космомониторинг арқылы бақылап, құрылыс жұмыстарын уақытылы бітуіне жеткізбекпіз. Бұл проблеманы шеше ме? Бұл да бір үлкен жаңалық осы заңдағы. Жалпы мемлекеттік сатып алу ол мемлекеттік сатып алудың ашықтығы мен айқындығы қағидаттарына негізделеді. Барлық мемлекеттік сатып алудың жоспарлаудан бастап орындалғанға дейінгі барлық рәсімдерінің ашық және айқын болуына біздер де ол жаңашылдықтарды қолдаймыз. Жоғарыда Дидар Нұркенұлы айтып өткендей, космомониторинг бойынша бүгінгі таңда біздер ақпараттық есептеу орталығы акционерлік қоғамымен жаңа заң жобасын жүзеге асыру шеңберінде космомониторинг бойынша тиісті ережелерді көздеу мәселесі пысықталып жатыр. Алдағы уақытта мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары шеңберінде тиісті ережелер көзделуі мүмкін. Сіздер енді бекер, бұл бағыт ешқандай пайда бермейді, Мейрамбек мырза. Неліктен сіздер жаңа біз айтып отырған ұсыныстарға неге көңіл бөлмейсіздер? Big data. Мысалға Big data деп айттық. Одан бөлек жаңағы мемлекет, сіз жаңа дұрыс көтердіңіз. Егер тендердің нәтижесі бойынша мердігер компания өз міндеттемені орындамаса, тендердік комиссияның құрамындағы азаматтардың барлығына 2 рет, 3 рет осындай қателік жасаса, жұмыстан шығару керек. Әңгіме қысқа. Сонда мемлекеттік қызметкер комиссияға кірердің алдында 100 рет ойланады. Мен шын мәнінде мынаны адал атқарам ба? Таңдаған компанияда мен қателесіп кетсем ертең не болады? Жауапкершілік болу керек. Әрине, әлбетте. Бір ғана жауап, жауапкершілік. Жауапкершілік. Мысалы мәселе мынада ғой, Дидар мырза. Бізде кесте бар, әр жұмыстың кестесі бар. Бірақ кестеге сәйкес жұмыс істемесе, ешқандай жауапкершілік жоқ. Егер біз осындай жауапкершілікті енгізбесек, ешқандай космомониторинг бізге көмектеспейді. Бірақ мысалы бізде жобалар бар, үлкен бір бассейн болу керек. Бірақ бассейн емес, фундамент жоқ. Ешқандай космос саған керегі жоқ, сен өз көзіңмен көріп жатасың. Сонда қараңыз, сіз мемлекеттік қызметкер ретінде жұмыстан 2 рет кешігесіз бе? 2 рет қаласыз ба? Жұмыстан кетесіз. Ал миллиардтаған ақшаның дұрыс игерілмегеніне сіз конкурстық комиссия мүшесі ретінде қатыстыңыз ба? Ешқандай жауапкершілік жоқ. Сонда қалай? Ойланатын дүние. Немесе 100 мың теңге айыппұл төлейсің, ал мына жақта 2 миллиард ақшаның зардабы болды. Мен сол 100 мың теңгені сол ұтқан компанияға айтам, бар төле сал, мен саған ұйымдастырамын бүкіл жұмысты. Болды, бүкіл жауапкершілік мынада. 100 мың ғана емес қой айтатыныңыз. Отырып жатса, ол жерде миллиардтар, миллиондар жаңа айтқандай. Негізі сіздің әріптесіңіз депутат, мәжіліс депутаты Ринат Зайытов осы қара тізімге қатысты, жаңағы жарты жолда жұмыстың бітіп қалатынына қатысты мынадай бір пікір айтқан еді. Жаңағыдай қара тізімге енгізгеннен гөрі нақты жұмыс істей алмайтын анықталса, тапсырыстың қаржысының белгілі бір пайызын төлесін дейді. Яғни қайтарып артығымен төлесін деген сөз ғой былайша айтқан кезде. Өйткені ол жұмыстың бәрін бөгеді ғой, жоспарланған жұмысты тоқтатты, сосын өзі білмейтін салаға кірісіп, мемлекеттен тапсырыс алады. Ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Айтып отырсақ, бағанадан бері неше түрлі мысал келтірдік. Нақты міне. Шетелде айыппұл бар. Егер сен орындамасаң? Жоқ, мәселе енді Мейрамбек мырза, осы айтылған мәселелер неге заңға енгізілмей қалды? Сіздің айтып отырған мысал, бүгінгі таңда бізде келісім шарттарды қамтамасыз етуді, орындалуын қамтамасыз ету мөлшері бар, 3%.
яғни келісім шартқа отырғаннан кейін әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушіге 3% мөлшеріндегі келісім шарттың жалпы сомасынан ақшаны қарапайым тілмен айтқанда тапсырыс берушінің шотына енгізіп қояды. Егер де жоғарыда атап өткендей әлеуетті өнім беруші өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда ол 3% мемлекеттің бюджетке қарай ұсталып қалатын болады. 3% түк емес қой. Одан бөлек, егер келісімшарт шеңберінде аванс қаралған болса, 10%, бәлкім 20%, ол ақша да тапсырыс берушінің шотына енгізіліп, алдағы уақытта ұсталып қалынатын болады. Бұл нормалар бар демек. Рахмет. Негізі құрылыс жұмысын тексеретін технадзорлар бар ғой. Солардан да алу керек сұрақтың жауабын. Сұрақ болу керек дейсіз, талап болу керек. Рахмет, қымбат спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге. Бізде бағанадан бері айтылатын мәселе тендерді үйрететін, тендерді алуды үйрететін бізде неше түрлі семинарлар, курстар бар, онлайн курстар бар, иә. Бірақ солар бірінші кезекте тендерді алып жатқан адамда, оқытып жатқан адамда бірінші кезекте бұл тендер деген жеке адамның мүддесі емес, бұл мемлекеттің мүддесі екенін ескеруіміз керек. Ертең сен салған мектепте балаң оқиды, ертең сен салған ауруханада жарың мен анаң емделеді. Сен салған жолда өзің жүресің. Осыны ұмытпайықшы. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.